Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы сыбайлас жемқорлықсыз болашақ. Алдымен жоспармен танысып өтейік. Бірінші, жемқорлық дегеніміз не? Екінші, Қазақстанда жемқорлық деңгейі өте жоғары салалар. Үшінші, нұр әлем жемқорлықпен күресте, және соңғысы қорытынды бөлім. Жемқорлық дегеніміз не? Латынша коррупцио сатып алу, мемлекеттік басқару құрылымындағы лауазымды қызметкерлердің өздеріне тапсырылған қызмет мүмкіндіктерін жеке бастарының пайдасы мен мүддесі үшін пайдалану мақсатында жасаған қоғамдық қауіпті қылмыстық іс-әрекеттері. Жемқорлықтың жалпы белгілері, яғни лауазымды адам пара беруші адамнан ақша немесе бүлік сипатында пара алу, нәтижесінде қызметке ретсіз қабылдау және көтермелеу және қоғамдық мүліктерді талан-таражға салу. Жемқорлықтың бізге тигізетін зардаптары қандай? Бірінші, экономикалық өсу қарқынының тежелуіне әкеп соқтырады. Екінші, әлеуметтік саяси шиеленістердің күрт асқынуына ұрындырады. Үшінші, жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлер жаппай жемқорлыққа салынған жағдайда құқық қорғау органдары оларды жасаған қылмыстары үшін қылмыстық жауапкершілікке тарта алмайтын жағдай қалыптасады. Яғни, жемқорлықтың зардабы біз үшін өте үлкен екен. Қазақстан Республикасы 37 мемлекет қабылдаған конвенцияға қосыла отырып, 1998 жылы 2 шілдеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң қабылдады. Қазақстанда сондай-ақ сыбайлас жемқорлық үшін қылмыстық, тәртіптік, әкімшілік жауапкершілікті реттейтін арнайы нормативтік құқықтық актілер де қабылданды. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Яғни, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін біздің мемлекетімізде көптеген заңдар қабылданған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 311 бап пара алу, 228 бап өкілеттіліктер теріс пайдалану, қызмет өкілеттілігін теріс пайдалану, 231 бап коммерциялық сатып алу, 308 бап билікті немесе қызметтік өкілеттілікті асыра пайдалану. Қазақстанда жемқорлық деңгейі өте көп салалар. Ең бірінші, бұл салаларға білім беру саласы жатады екен. Екінші, денсаулық сақтау саласы. Үшінші, пәтер иелері кооперативтеріне қатысты да шағым жиі түседі. Және соттардағы және кедендегі сыбайласқан жемқорлық деңгейі әлі жоғары. Қорытынды. Жемқорлық рас, жаһанға жайылған кесапат. Ол кесапатты әлемде кез келген қыл тұяқ таратып жүре беретін болған. Ол шуды басу үшін әлі кедей жалынып тағы бір қу шығады. Жемқорлық өрмекшінің торы сияқты жер жаһандағы елдердің бәрін шырмап алған құбылыс. Transparency International халықаралық ұйымының мамандары қай мемлекетте кедейшілік басым, қай мемлекетте әлеуметтік ахуал ушығып тұр, сол мемлекеттегі парақорлық, жемқорлық, коррупция жайлаған дейді. Оқушылар, назарларыңа көп рахмет.